Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен өте оңай пирог жасайтын боламыз. Ол үшін ұнымызға какао екеуін араластырып алатын боламыз. Және қопсытқышымызды салатын боламыз. Және майымызды үккіштен өткізіп, біркелкі қылып өткізіп алатын боламыз. Майымыздың барлығын өткізіп алғаннан кейін қолымыздың көмегімен песочный тесто жасайтын боламыз. Яғни майымыз барлығы біркелкі қамырымызға, ұнымызға сіңуі керек. Одан кейін қантымызды саламыз. Және бір жұмыртқамызды жарып алып, өте жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Неке біздің қамырымыз дайын болды, өте жұмсақ болып шықты. Қамырымызды екі бөлікке бөліп аламыз. Үлкен бөлігін қойып, кіші бөлігін холодильникке салып қоятын боламыз. Енді начинкамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін творогымызға сары майымызды салып аламыз. Оның үстіне қантымызды салатын боламыз. Және 40 граммдай крахмалымызды салып жібереміз. Және екі жұмыртқамызды жарып алып, миксеріміздің көмегімен біркелкі қылып езіп алатын боламыз. Енді табағымызды алып, жабысып қалмау үшін астын сары майымызбен майлап жіберетін боламыз. Одан кейін қамырымызды табағымызға орналастырамыз. Орналастырып болғаннан кейін вилкамыздың көмегімен жан-жағын біркелкі қылып аламыз және кішкене осылай тесіп жібереді. Енді начинкамызды құямыз. Одан кейін холодильнигіміздегі жаңағы қамырымыздың жарты бөлігін аламыз да начинкамыздың бетіне бөліп салып шығамыз. Егер қамырларыңыз сіздің қатты болса, үккіштен өткізсеңіздер, тіптен керемет болады. Одан кейін пешімізге пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде қайталап жасап көріңіздер. Видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Көп видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.